Зарина, бүгінгі сұрақта енді өзіңіз қойғаннан кейін сізге деген сұрақ өте көп келіп жатыр. Оның көбісі Тәуіржан туралы, Тәуіржанмен хабарласып тұра ма, қайта келсе қабылдай ма деген. Қызық сұрақ болды. Негізі хабарласып тұрмаймыз. Алдында бір рет қана реклама бойынша сөйлескенбіз. Одан кейін сөйлескен жоқпыз вообще. Бірақ ол кісі бір жерде естіп қалдым. Айда, Нұржан мен Айданың таныстықтары не болып жатыр? Сол қызық деген шығар енді қызық. Қызық деді ма? Барлықтарыңызға қайырлы күн, жұма қабыл болсын. Енді таныстық нормально енді, білмеймін. Кішкене бар. Не бар? Айтылатын дүниелер бар, бүгін ортадамыз. Мүмкін махаббат жөнінде емес, жалпы бірақ арасында сөйлесіп тұрамыз дегендей. Соны айтқан ғой. Мен бұрыннан онымен андай 3 ай бойы рекламадан қанша алсам болады деп мен оны опыты көп қой, содан сұрай салатын. Сөйтсе осынша алсай деп айтады. Последний раз солай сұрадым, өйткені оның достары болды да. Қанша айтайын деген сияқты. Ал былай хабарласып тұрмаймыз. Ол келсе деп келеді деп ойламаймын негізі. Келеді деп ойламайсыз. Мен білетін Тәуіржан келмейді деп ойлаймын енді. Танып үлгергенім бойынша. Сезің бар. Неге онда мысалы сен қабағын шытқан жоқсың? Неге Галина қабағын шытады? Бірақ біз екеуміз тоқтаған кезде Галина қуанды. Қараңыз, мысалы, например, дейінші, мен Нұрсұлтанмен танысып тұрмын, сіздің түріңіз өзгереді, мен сізге келемін айта беремін. Ақыры сіздің түріңіз өзгеріп жатыр, қайта. Ақыры сіздің түріңіз өзгеріп, халықтың бәрі байқады. Ол бір рет емес, ол постоянно сондай, понимаешь? Біздің қарым-қатынас кезде постоянно сондай эмоция берді. Әсіресе біз тоқтаған кезде ол бүйтіп маған қарады. Сол кезде сіз Ақерке айтасыз ғой, жаным жынды ма, өзінің арақатынан шешімі неғып маған назар аудара береді деген сияқты болады. Сол сияқты Галина қызық емес пе, қызық емес? Білмейсіз. Мүмкіндік бердіңіз, кездесу болды. Болды, кездестік. 2 рет сөйлестіңіз. Міндетті түрде эфирді көріңіздер, эфирде білетін боламыз. Болды, өзіңіздің арақатынасты жалғастыра беріңіз. Не үшін ол эмоция сізге қызық болып жатыр деген. Сен айтпа, сен қорқу керексің, сен Галинадан сабақ алған жоқсың. Мен алдым, бірақ енді Галинада сабақ алды ғой. Қазір мен Галина шыны керек жамандыққа қимаймын. Алдыңғы ситуациядан қыздар құлақтарының алтын сырға абай болыңдар Галинада. Демек, аузы кимеген. Білмеймін, мен өзім жамандыққа қимаймын Галинаның. Бір арамдығы бар, болмаса не деп ойламаймын. Енді Ақерке не деген ақылды, ажырасқан әйел болғаннан кейін аңдап басатын адам ғой, енді жақсы жақтың бәрін жаман жақпен көріп жатқан ол дұрыс емес. Ассалаумалейкум барша қазақ еліне. Бүгінгі келіп жеткен 14 наурыз көрісу күні құтты болсын. Біздің нағыз қазақтың мерекелерінің бірі ғой. Барша алыста жүрген бауырларыма, достарыма, ата-анама, ағаларыма бәрімен көрісіп құшақтадым, барлықтарыңызды. Барлықтарыңызға ассалаумалейкум.